оразаға дайындықты неден бастау керек, қалай бастау керек? Рахым айы, жұмақтың есігі ашылып, тозақтың есігі жабылатын сондай бір ай. Рамазанға мүмкіндік болса, дайындықпен барған жақсы. Рамазан тура басталар сәтте бәрін тыя салады да, бірден ораза ұстап кете береді. Құдайға деген оның қорқынышы бар ғой. Намаз оқымайтын адам ораза ұстауына бола ма, болмай ма деген сияқты. Ал өтемеген үшін өзінің жазасын алады. Бірақ кейбір адамдар сол қарыздарын толық өтемей жатып, келесі Рамазанға аяқ басып кетіп жатады. Мүмкіндігі болғанша құтылу керек мойнында. Ол қарыз. Бірақ кейбір адамдар осы ауызашарға дайындық барысында мүфтияттың бекіткен кестесі бар ғой, сондағы уақытқа қарап ауыз ашады. Кейбір адамдар болды күн батты, ауыз аша беруге болады деп ауыз ашып кетіп жатады. 1 минут ерте ашып қойсаң дейді, оразаң бұзылады дейді. Сол себепті ауыз ашар дұғасын, сәресі дұғасын қазақша айта берсін. Сухур деп жазады сәресінің орнына. Ауыз ашар деген сөздің орнына ифтар деп жазады. Арабша атаумен атау керек деген ешқандай да бір шарт жоқ. Ұстаздар оқушылардың ауыз бекіткеніне наразы болды. Көрсін, бірақ оны ұстауың керек. Сен мұсылмансың деп оны мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Ораза ұстап, соны бәріне айтып, мақтанып, міндет қылатын адамдар бар. Көзбояушылық, мақтану, көрер көзге жасау. Жалпы ауыз ашарға кімдерді шақырған дұрыс? Құдам еді, жоқ туысым еді, ағайынды кеп қап еді, солар қонаққа шақырып, одан сауап жазылмайды. Ал жалпы Рамазан айы кезінде той жасауға бола ма негізінде? Елдің барлығы ораза ғой. Сен Құдайға неге қарсы келесің? Баршаңызға сәлем, Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында жаңа сұхбат. Бүгін біздің студиямызда ерекше қонақ, қасиетті Рамазан айының басталуына орай біз сіздерге тамаша бір подкастты ұсынғымыз келіп отыр. Бүгінгі мен подкастымның қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиінің кеңесшісі Смайыл ұстаз. Қош келдіңіз. Рахмет. Қалыңыз қалай? Шүкір, бәрі жақсы. Уақыт бөліп осы студиямызға арнайы келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Білем, қазір Рамазан айының жақындауымен сіздерде жұмыс та көп. Оған қоса қазір өзі қауырт кезең, сонда да алғыс айтамыз. Ендігі кезекте сұхбатымызды қасиетті Рамазан айының басталуымен бастасақ. 19 ақпанда бізде қасиетті ай басталады, Рамазан айы келе жатыр. Соған жалпы көрермендер толғандырған сұрақ, оразаға дайындықты неден бастау керек, қалай бастау керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі барша көрермендерімізді мынау келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтағым келеді. Алла тағала сол қасиетті Рамазан айының берекесін әрбірімізге нәсіп етсін деп тілеймін. Өйткені бұл расында да берекелі ай, Алланың рахымы, мейірімі, Алланың пендесіне деген нығметінің көп болатын шағы, өзінің пендесінің тілегін қабыл қылатын сондай бір рахым айы, жұмақтың есігі ашылып, тозақтың есігі жабылатын сондай бір ай. Сондықтан да бұл айға мұсылман баласы жалпы сағына күтіп қарсы алуға тырысады. Енді әркім әртүрлі ойлауы мүмкін, әркім әртүрлі әрекет жасауы мүмкін. Біз енді осы дін мәселесін айтқан кезде көбіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өміріне мысал келтіреміз, және де пайғамбардың көзін көрген, пайғамбардың өмірінен өздеріне бір мән, мағына шығарып, соны үлгі еткен сахабалардың өміріне қараймыз. Енді қай салада болмасын, мысалы профессионал дейміз ғой, былайша айтқан кезде біреуге еліктеу керек адам. Мысалы спортшы болса бір спортсменге еліктейді, ғалым болса пәлен деген ғалым өткен, мысалы философ болса Аристотель өткен деген секілді әйтеуір бір еліктеп, соның еңбектерін өзіне бір жаңағыдай жолбасшы тұтады. Сол секілді барлық мұсылман үшін әуелгі үлгі тұтатын ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам және де оның ізгі сахабалары. Олар осы айды қалай күткен деген сұрақты әрбір мұсылман білгісі келеді. Соны өзіне үлгі қылады, яғни тәжірибеге асыруға тырысады. Енді сахабалар пайғамбарымыздың өзі мысалы айтқан Ережеп, Шағбан, осы Рамазан 3 ай бар ғой, сол Ережеп кіргеннен бастап пайғамбарымыз айтқан жаңағы нәпіл оразаларын ұстауға көбірек мән беретін болғаны, қазір мысалы Шағбан айы. Шағбан айында да көбірек ораза ұстап, Рамазанға өзін дайындайтын болған. Сахабалар да сол пайғамбарымыздан тәлім алғаннан кейін бұл қасиетті 3 ай деп атаған Ережеп, Шағбан, Рамазан, осы Рамазанға дейін жету үшін барлық сахабалар мейлінше өз-өзін бірінші жаңағы нәпіл ғибадатпенен тәрбиелеуге тырысатын болған. Сондықтан да мұсылман адам Рамазанға аяқ басатын кезінде осы Шағбан айында, Ережеп айында 1 күн болсын, 2 күн болсын, 3 күн болсын ораза ұстап, өзін біраз рухани дайындағаны жақсы. Яғни рухани дайындық деген нәрсе
мысалы ертең рамазан деп көзін аша салып сәресіне тұрып ары қарай кете салу ғана емес, бір рамазанға бір дайындалу керек қой. Кез келген бір мәселеде адам дайындық жасайды. Сапарға шығатын болса да дайындық жасайды, спортсмен болатын болса мысалы ол күнделікті өзінің жаттығуын жасайды, журналист болса мысалы сөйлеп камераның алдында өзін машықтайды ғой. Сол секілді мұсылман адам да рамазанға өзін машықтағаны жақсы. Өйткені сол рамазан басталған кезде содан бір ләззат алады, өзін бір жеңіл сезінеді, аллаға өзін бір жақын сезіне бастайды. Яғни рухани былайша айтқан кездегі дайындық ол өте маңызды. Бұл дайындық айтайық умраға баратын, қажылыққа баратын мұсылмандар үшін де аса маңызды. Жаңағы турист секілді билет алды, ал кеттік барып келе салайық дейтін дүниеменен адам барғанда бір ләззат алмауы мүмкін. Яғни барғанда жан-жағына қарауы мүмкін, анау намаз оқып жатыр, жылап жатыр, не істеп жатыр, мына неше түрлі адам бар екен деп ол басқа нәрсеге назар түсіп кету ықтимал болады. Сол үшін оған да рухани дайындық керек. Рамазанға да осындай бір рухани. Оны не істейміз? Мысалы айтайық, дүйсенбі күні, бейсенбі күні ораза ұстаса, пайғамбарымыз ораза ұстайтын болған, шағбан айында көбірек ұстайтын болған, сахабалар да бізден өткен, алдыңғы өткен ізгілер дейміз, әулиелер дейміз, солардың барлығы осындай бір қосымша нәпіл оразалар ұстауға тырысқан, рамазанға бір рахаттанып, бір рухани дайындықпен келетін болған. Сол үшін мен де айтар едім барша осы көрермендерге, отандастарымызға рамазанға мүмкіндік болса дайындықпен барған жақсы. Оның ләззатын алу үшін тек қана ауызды бекітіп кешке ауыз ашарға асығу ғана емес, бұлай сондай бір рахым айы. Негізінде бізде кейбір адамдар ешкімді сөкпейміз әрине, бірақ бұрынғы өзінің қалыпты өмірін сүріп келеді. Яғни мысалы ішімдікке жақын болса арасында ішіп қойып деген секілді, қыдыратын жеріне барып қыдырып деген секілді. Содан кейін рамазан тура басталар сәтте бәрін тыя салады да бірден ораза ұстап кете береді. Сосын сол бір ай бойы барлық нәрседен тыйылады. Бұл қаншалықты дұрыс негізінде? Енді бір қараған кезде бізге ерсі көрінеді, екінші жақтан Құдайға деген оның қорқынышы бар ғой. Ана дүниеге деген оның бір үміті бар. Сондықтан да осы рамазан айында Алланың сол рахымынан, Алланың сол мейірімінен, шапағатынан нәсімін далайын, күнәларын кешіруіне бір себепші болсын деп, сол күнәларын тоқтатып, рамазанда ораза ұстайды. Оған да біз енді бір екінші шегіне қараған кезде сол жаман әдетін сол күйі рамазан айында да жасап жүргеннен гөрі бұл да жақсы дейміз. Өйткені Алла керім, Алла кешірімді. Бәлкім соның сол ықыласы ниеті оның өткен күнәсінің кешіруіне себеп болар. Бәлкім біз білмейміз Құдайдың құзырындағы дүниені. Екіншіден, Алла оның жүрегіне иманын беріп дұрыс жолға бастайтын болса, рамазаннан кейін көпшілігі сол жаман әдеттен тоқтатуы мүмкін. Мысалы, темекі шегіп тастай алмай жүргендер рамазанда бір ай ораза ұстайды да, темекісін тоқтататындар болады, насыбайын тастайтындар болады, басқа да жаңағы сондай жат қылықтарын тастап жатады. Ең болмаса, яғни бұл да бір рамазан айындағы оразасын ұстауына себеп қой. Неге десең, ислам дінінде 5 парыз бар. Исламның 5 шарты бар. Біріншісі Алланың бір және жалғыз екендігіне сену, екіншісі намаз оқу, үшіншісі ораза ұстау, төртіншісі зекет беру, бесіншісі қажылыққа бару. Қараңыз, төртеу: намаз, ораза, зекет, қажылық. Бұлар әрқайсысы жеке-жеке парыз. Әрқайсысын жеке-жеке орындаған адам сауабын алады, орындамаған адам сол күнәсін алады. Яғни ең болмаса ол мысалы рамазандағы оразасын енді бір жылда бір келетін оразасын ұстап, оның да бір айтыр мойындап парыздан құтылған болады. Зекет беріп жатса, ол да өзінің мойындап парыздан құтылған болады. Қажылыққа барып, сол да өз мойындап парыздан құтылып жатады. Бізде рамазан айы басталатын кезде және басталған кезде ең көп сұралатын сұрақтың біреуі мынау: намаз оқымайтын адам ораза ұстауына бола ма, болмай ма деген сияқты. Ол 5 парыз ол жай мұсылман. Енді мына төртеуінің әрқайсысын жеке-жеке парыз ол. Қайсысын ұстайсыз, қайсысын жасайсыз, оның сауабын аласыз. Жасамайсыз, күнәсі мойныңызда болады. Сондықтан да намаз оқысаңыз да, оқымасаңыз да, оразаны ол сіздің мойныңызда парызыңыз, ұстаңыз дейміз. Бәлкім сіз содан ары қарай намаз оқып кетерсіз, ары қарай жақсы жолға түсіп кетерсіз. Мен білмеймін ғой, Құдайдың қолындағы дүние. Сондықтан да көрермендерімізге айтарымыз, бұл рамазан айында тек қана намаз оқыған адам ғана ұстау керек, намаз оқымаған адам ұстамау керек деген қағида жоқ. Ол әрбір мұсылманның мойнындағы парызы. Ең болмаса сол бір парызында өтеп жатса, Құдайдың құзырында ол өзіне тиісті сауабын алады. Ал өтемеген үшін өзінің жазасын алады. Енді Құдайға өз жауап береді. Иә, түсінікті. Жақсы айттыңыз. Енді биыл қасиетті рамазан айы 19 ақпан басталады. Оған дейін әлі санаулы күндері бар. Яғни мен мына жерде қазір қарыз күндерді өту төңірегінде сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі мынау рамазанға дейін адамдарда мүмкіндік бар былтырғы қалып кеткен қарыз күндерін өтеуге.
бірақ кейбір адамдар сол қарыздарын толық өтемей жатып келесі рамазанға аяқ басып кетіп жатады. Соған қатысты не айтасыз? Мұсылман адам былтырғы Рамазан айындағы қарыз күндері болатын болса, осы биылғы Рамазан айына дейін мүмкіндігі болғанша құтылу керек мойнында. Ол қарыз. Қарыз еш уақытта өшпейді. Яғни сіз біреуге қарыз болсаңыз, ол өшпейді, ол кешірем демейінше кешірмейді ол. Сондықтан да осы айталық, мысалы 19 ақпанға дейін уақыт бар, 5 күн қалды ма, 3 күн қазасы бар ма, солардың бәрін өтеуге тырысу керек. Ал енді оған да шама келмей қалды. Мысалы әйел затында болып қалды дейді, мысалы жағдайы. Ол енді Рамазанға бір аяқ басты. Онда Рамазан айын бітіргеннен кейін келесі жылға дейін болмаса да әйтеуір ол сол қарыздарды мойнынан түсіріп құтылу керек болады. Яғни қазір осы Рамазанға шейін құтылса абзал, ал ондан құтыла алмаса, одан кейін Рамазаннан кейін ары қарай ұстай алмаған күндердің санын есептеп ұстауы тиіс болады. Сол себепті бұл қарызды Құдай алдында қарызды әйтеуір құтылу керек болады. Басқа оның жолы жоқ. Егер де болады, адам денсаулығы жарамайды. Айтайық, мысалы, дәрі ішу керек, немесе қатты диетада отыр дейік, мысалы, яки болмаса созылмалы ауруға ұшырап қалды. Енді болады ғой енді. Болады, иә. Мысалы, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, мысалы, кейбір адамға болмайды, мысалы, денсаулығына байланысты. Онда не істейді ол адам? Сол қарыз күндерінің жаңағы қазасын өтейді. Қалай? Оны фидия деп атайды. Фидия дегеніміз таңертең кешке бір мұқтаж адамды, кедей дейміз ба, жарлы дейміз ба, сол адамды таңғы астын кешкі асына берсе, бір күндік оразадан құтылады. 10 күн болса, мысалы 10 күндік оразасын 10 күнде солай, немесе бір күнде 10 мұқтаж адамды таңғы асқа, кешкі асқа апарып тойдыратын болса, сонда мойнынан ол қарыз құтылады. Бірақ ол адам ұстай алмайтындай жағдай болса, яғни денсаулық сыр беріп тұрса, кәрілік кеп қалса, яки болмаса созылмалы ауруға ұшырап қалса, енді ол адамда басқа жол жоқ қой, енді жазылып кету ықтималы да ол бір Құдайдың қолында. Сондықтан солай мойнында қарыздарын төлеп беруіне болады. Яки болмаса ойлауы мүмкін, мысалы, мен ол мұқтажды қайдан табам, 10 адамды, 15 адам қайдан тауып апарам дейтін болса, айтайық, мысалы, таңғы асқа адам бір асханаға барса, қанша теңгеге тояды? Айтайық, мысалы, қаша алды дейік, мысалы, шайын алды, жаңағы басқа бір кәмпит пішіне алды, мысалы, дейік, 1500 теңгеге тойды дейік, мысалы, таңертең. Кешке адам асханаға барыңыз, кафе, ресторанда айтып тұрған жоқ ма? Асханаға барыңыз, қанша теңгеге тояды адам, мысалы? 2000 теңге делік. 2000 теңге дейік. Сонда таңертең 1500 болса, мысалы, кешке 3000 теңге, 3500 теңге. Сонда 10 күн немесе 5 күн қарыз болатын болса, 3,5 мыңға есептейді, мысалы, таңғы асқа мынанша, кешкі асқа, мысалы. Демек, мен 5 күнге мен төлеуім керек болады, мысалы, 20 мыңға жетер-жетпес ақша. Сол ақшаны алды да, енді өте мұқтаж адамдар көп қой қоғамда, соған апарып береді. Мынау менің оразамның фидиясы. Мен ұстай алмаған оразамның қазасын өтеу үшін сізге беріп жатырмын, осыны ішіп жеңіз деп соған беруіне де болады. Өйткені ол соған ішіп жейді, мысалы, мұқтаж адамға. Ол жағдайы бар адамға, яки болмаса студентке бере алмайды. Бұл жерде кедей деген дүние бар, мұқтаж деген дүние бар, жарлы деген дүние бар. Немесе жетім жесір мұқтаждар апарып берсе, ол оразасынан мойнынан түседі. Яғни Құдай алдында ол борышкер болып есептелмейді. Түсінікті. Ендігі таңда бізде негізінде жыл сайын Рамазан айы 29 не 30 күн болып белгіленеді. Осыншама күн болады дегенде жалпы болжам немесе ол теория дейміз бе, ол нақты дәлелдер қайдан келеді, ол қандай зерттеулерден алынады, соны айтып өтсеңіз. Алла тағала Құран кәрімде айтады, жыл 12 айдан тұрады дейді. Яғни ай бойынша қараңдар дейді. Мұсылмандар айға қарап, айменен есептейді. Оразаны, құрбан айтты, басқа да жағдайларда айға қарайды. Заманында біздің ата-бабаларымызда айға қарайтында айтуды, айтолды, жағы толған ай болды, өл ара басталады, ертең мынандай болады деп айға қарап, былайша айтқан кезде шамалап отыратын болған. Ал енді ай күн біз қазіргі кезде біз күн тізбесімен жүреміз. Мұсылманшылықта ай күн тізбесімен жүреді. Ай күн тізбесінде бір айда 29 күн, кейде 30 күн болады, айдың күн тізбесінде. Ал біздің күн тізбеде 30 немесе 31 күн қойым. Мысалы айтып, күннің күн тізбесі, қазір Григориан календары дейміз ғой енді. Екіншісі ай күн тізбесі. Екеуінің арасында 10 күн 80 минуттық айырмашылық бар. 10 күн 80 минуттық айырмашылық бар. Күнде 365 күн, айда 355 күн. Сол себепті жаңағы жыл сайын 10 күн немесе 11 күн артқа қарай шегеріліп отыр. Өткендегі мына айда күн 10 күн қысқа.
сонымен жаңағы айтайық былтырғы жыл наурыз айында келген болса, биыл мысалы ақпан айында келеді. Келесі жыл ақпанның басында келеді, мысалы дейді. Өйткені артқа қарай жылжып отырады. Өйткені мынау ай бәрі мынаған теңесе алмайды ғой. 10 күндік айырмашылық бар, айналып көріп. Теңеседі 33 жылда бір рет теңеседі. Ай календарменен 33 жыл болған кезде, мына күн календармен 33 жыл болғанда, ай календармен 34 жыл болады. Сондықтан да мынау қазір астрономия ғылымында айның жаңағы батуы немесе тууы, немесе қай уақытта ай жаңарады, қай уақытта ай бітеді деген сияқты астрономиялық ғылымға сүйене отырып, айтайық қазір шағбан айы. Шағбан айы қанша күнге бітеді деген кезде, соған сәйкес, міне 30 күнге бітеді, 30 күнге бітсе Рамазан айы 19-на басталады дейді. Сонда күн немен ғылыммен есептейді. Сөйтеді, Рамазан айы қанша күнге бітеді биыл? Биыл Рамазан айы дейді, жаңағы есептеп келеді, 29 күнге бітеді дейді. Яғни 30 күн ораза деген ол біздің санамызда қалыптасқанымен ол айға байланысты. Біз айға айта алмаймыз, 30 күн толтыр деп айта алмаймыз ғой. Ол айға байланысты дүние. Есептеуде дәл солай болады. Оны ғылым есептейді. Сол себепті биылғы Рамазан, мысалы 19-на келетін болса, ақпан айының, наурыз айының 20-сында Алла берсе айт болады. Биыл жаңағы Рамазан айы 29 күн болады. Былтыр мысалы 30 болса, биыл 29 күн. Келесі жыл бір Алла береді, 29 бола ма, 30 бола ма? Ол енді айдың тууына байланысты. Сол себепті қажылық, жаңағы ораза, құрбан айт, бұның барлығы ислам дінінде айға байланысты аталады. Ислам айдың өз 12 ай бар. Мысалы бізде қаңтардан басталып желтоқсанда бітетін болса, ай күнтізбесі бойынша бірінші ай атауы Мұхаррам деп аталады. Ең соңғы ай атауы Зулхиджа деп аталады. Яғни 12-ші ай. Яғни осы екен осы Мұхаррам жағы Рабиул ауал, Рабиул ахир деп кете береді. Сафар деп, бірінші Мұхаррам, Сафар, Рабиул ауал, Рабиул ахир, Жұмадал ауал, Жұмадал ахир, содан кейін Ережеп, Шағбан, Рамазан, Зулқағда, Шаувал, Зулқағда, Зулхиджа деп 12 ай бар. Сол 12 ай бұл енді сол заманнан енді Алла Тағала Құранда айтқандай, ай бойынша біздер осы құлшылығымызды соған сәйкес атқарамыз. Түсінікті. Ендігі кезекте мен жалпы ниет туралы сұрағым келіп отыр. Басында біз сол туралы жақсы әңгіме қозғадық. Қарапайым күндері мысалы біз жүрген кезде сәл бір тамақ ішпей қойсақ, су ішпей қойсақ, шөлдеп, қарнымыз ашып, бір қатты асығып тұрамыз тамақтануға. Бірақ осы қасиетті Рамазан айы келген бетте мүлдем ол туралы ойлағым да келмей қалады. Шөліңде өздігінен өзі басылып тұрады, қарның да қатты ашпайды. Бұндай бір құдіреттің күші неде жалпы? Неге? Ол ниетке байланысты ма әлде? Біріншіден, Алла Тағала адамға күш қуат береді. Яғни, былайша айтқан кезде сіз Құдай үшін ораза ұстайын деп отырсыз. Екіншіден, адам ниет еткен кезде өз-өзін соған орысша айтқанда настроить етеді. Дайындайды. Дайындайды. Яғни, мен міне бүгін ораза ұстаймын дейді. Сонда Құдайдың құдіреті, жаңа өзіңіз айтқан секілді, адам тамақты да есіне алмайды, суды да есіне алмайды, тек қана жаңағы ораза екендігін біліп, өзі солай амал жасай бастайды. Бұл енді бұл айдың бір ерекшелігі ғой. Алла Тағала адамға сондай бір қуат береді, күш береді, оның ниетіне сәйкес амалын жүзеге асырады. Сондықтан да бұл айда ашығу аса көп біліне бермейді. Басқа күні тамақ ішпесеңіз, кәдімгі асқазаны шұршырап кететін болса, бұл айдың бір ерекшелігі сондай бір рухани адам тоқ болып жүреді ғой. Су ішіп алсаңыз болады. Жүріп қой бер. Тамағымыз болады. Сізге ашып бере салайын кішкене. Енді кезекте мен мына туралы сұрағым келіп отыр сізден. Бізде өзіңізді білесіз, енді сәлесі дейміз, ауызашар дейміз. Жалпы сол сәлесі мен ауызашарға дайындықты қалай бастау керек? Мысалы, негізінде ауызашуға асығыңдар деп айтып жатады. Бірақ кейбір адамдар осы ауызашарға дайындық барысында муфтияттың бекіткен кестесі бар ғой, сондағы уақытқа қарап ауыз ашады. Кейбір адамдар болды күн батты, ауыз аша беруге болады деп ауыз ашып кетіп жатады. Жалпы бұның қайсысы дұрыс негізінде? Кестеге қарап ашқан дұрыс па, уақытты тура келген кезде, немесе терезеге қарап күн батты болды аша берсек деп болады деп істей берген дұрыс па? Қаншалықты дұрыс? Енді сәресі бұл енді таң намазының уақыты кірместен алдыңғы уақытқа сәресі дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам осы сәресі уақытының тамағында береке бар деген, сәресін ішіңдер деген.
ең болмаса бір жұтым су болса да сәресінде дейді. Кейде кейбіреулер болады, жоқ мен сәресін ішпеймін дейді, ұйықтайды да кешке бірақ жаңағыдай тамақ ішемін дейді. Әрине ол да болады, бірақ та сәресінің тамағында береке бар дейді. Бірінші, екіншіден Алла тағала бұл уақытта өзінің періштелерін жер бетіне жібереді дейді. Қараңдар, менен кім сұрап жатыр, кім менен тілеп жатыр, мен сол адамның дұғасын, тілегін қабыл етейін деп айтады дейді. Бұл түннің соңғы 1/3 бөлігі. Сол үшін сәресінде береке бар. Алла тағала пендесінің дұғасын, тілегін қабыл ететін уақыт бұл. Сондықтан бұл ауызашар қалай біз үшін жаңағыдай асығу керек болса, сәресінде де мүмкіндік бойынша тұрып, ниет қылып, бір жұтым су болса да ішу керек та. Ол енді Құдайдың бізге беріп тұрған бір нығметі. Енді сәресі болсын, ауыз ашатын уақыт болсын, қазір ғылымның дамыған заманы. Біз оның барлығын астрономиялық зерттеулерге сәйкес қай уақытта күн шығады, қай уақытта күн батады, жаңағы координат дейді ғой, мысалы жердің өлшеміне қарап, соның есебін шығарады. Соған сәйкес минут секундтарына шейін айтып отырады, мына уақытта батады, мына уақытта күн шығады деген секілді. Біз соған сүйеніп жасаймыз. Біз енді аспанға қарап немесе тісімізді шығып отырып, жоқ күн батайын деп отырған деп ондай нәрсені жасай алмаймыз. Оның барлық есеп. Сол үшін енді мүмкіндік болса, кестемен жүрген жақсы. Себебі шариғат айтады, 1 минут ерте ашып қойсаң дейді, оразаң бұзылады дейді. Яғни себебі күн әлі толық батпаған болса, сен батты деп шатасып болсаң дейді, онда сол күнге оразаң бұзасың дейді, қаза болады дейді. Сол үшін бұл жерде ықтият деген дүние бар, сақтық деген дүние бар. Соған қарау керек. Айталық, мысалы, Эмират дейміз ғой онда, Дубай. Оларда енді биік үйлер өте көп қой, мысалы дейді, 25, 30, 40, 50 этажды үйлер дейді, мысалы дейді. Бірінші этаж, 10-шы этажға дейінгі оның уақыт, мысалы айтсақ, 5-тен 15 кеткен десек, мысалы сәресін уақытта, жоғарғы этаждағыларға 5-тен 18 кеткенде қояды мысалы. Өйткені олар жоғарыда күннің әлі батқанын әлі көріп тұрады ғой. Сіз үшін күн батқанмен жоғарыдағы этаждағылар әлі оны жаңағыдай толық көре алмайды ғой, мысалы, көріп тұрады ғой. Сондықтан да кейде 1 минут, 2 минуттың өзі жаңағы асығыстық танытпау керек те, уақытменен ашқан дұрыс. Енді 1-2 минут асып кетсе ештеңе емес, бірақ 1-2 минут ерте ашып қойсаңыз, оразаңыз бұзылып қалуы мүмкін. Соған ықтият болу керек. Сол үшін бұл кесте дегенге мұқият болған жақсы. Сосын енді сәресімен ауызашарда оқылатын дұға бар. Кейбір адамдар мен арабша оқи алмаймын, қазақшасын оқысам да болады, бастысы ниетім дұрыс деп айтып жатады. Кейбір адамдар оны міндетті түрде қағаздан қарап оқиды. Өйткені жаттай алмаймын, маған ыңғайсыз, немесе телефоннан қарап оқитындар да бар, мен оны сақтай алмаймын деп. Бұлай бола ма жалпы? Адамды жаратқан Құдай, тілді жаратқан Құдай. Сондықтан да Құдайға қай тілде мінәжат жасаймын дейсіз, қай тілде Алладан тілеймін дейсіз, тілей беріңіз. Тек қана намазды ғана біз араб тілінде оқимыз, өйткені Құран араб тілінде. Қалған дұғалардың барлығын сіз қазақша жасауыңызға болады, болмайды деген ереже жоқ. Сол себепті ауызашар дұғасын, сәресі дұғасын қазақша айта берсін. Егер арабша оқи алмайтын болса, транскриптің өзін қиналатын болса, өз-өзін қиналудың қажеті жоқ. Қай тіл болмасын, барлық тілді Алла жаратты, оның бәрін біледі. Адам не айтып отқаны Алла біледі. Сол себепті біз отандастарымызға айтарымыз, жүрегіңізден шыққан дұғаны жасаңызшы. Адам жүректен шыққан тілегі, ниеті ол Құдайдың құзырына қабыл болады. Енді кезекте Смайыл ұстаз, мен сізден мына нәрсені сұрағым келіп отыр. Қоғамда кейінгі кезде өте қатты талқыланып жатыр осы мәселе. Көп адамдар, әсіресе өзіміздің қазекеңдер, өзіміздің жерлестер, өзіміздің қазақтар әлеуметтік желіде сухыр деп жазады сәресінің орнына, ауызашар деген сөздің орнына ифтар деп жазады. Оған екінші жақ қарсы шығады. Өзіміздің қазақша сөздер бар ғой, неге соны қолданбайсыңдар, неге солай жазбайсыңдар деп. Осыған қатысты сіздің көзқарасыңыз? Енді бұл сөздерді біздің ата-бабаларымыз білмеді емес, білді. Бірақ ата-бабаларымыз өзінің ұрпағына, өзінің ұғынықты тілменен соны дін мен дәстүрін сабақтастырып отырып, сұхырды сәресі деді, кешке жағы ифтар деген нәрсені қазақша не аузыңды ашу керек па, онда ауызашар деді, ораза айт деді. Міне сондықтан әрбір біздің қандасымыз бұл ата-бабамыздың бізге үйретіп кеткен осы сөздерін қолданғаны дұрыс. Яғни Құдай қаласа, Алла бұйырса, мысалы, көп қой біздің осы діни терминдеріміз қазақшаланған. Сол себепті мынау арабша атаумен атау керек деген ешқандай да бір шарт жоқ. Мен жаңа айтып өттім, тек қана намазды ғана сіз арабша оқисыз. Өйткені Құран Алланың сөзі. Қалғаның баламасы бар ма қазақша? Соны атау керек. Мысалы айтайық, таң намаз дейік, ата-бабаларымыз таң намаз деген. Ал енді біз жаңағы араб тіліне қарайтын болсақ, ол фажр дейді.
зухур дейді, мысалы түскі намаз, біз бесін намаз дейді. Сондықтан да біз ата бабаларымызға қалдырған сол терминдермен қолдануымыз керек. Ол ешкімнің өте жарылып кететін дүние жоқ бұл жерде. Жоқ, мен арабша айтым, жоқ, сен арабша, ол дәл сол саған қажеті жоқ. Қазақша баламасы тұр. Бесін намазы, екінті намазы, ақшам намазы, құптан намазы дейді. Сондықтан да бұл жерде діни терминдерді де қазақша аталарымыз бізге үйреткен болса, осылай қалғаны дұрыс. Себебі бұл тілдің өзінің, әр ұлттың өзінің бір тілдік мәдениеті болады, діни терминдері болады. Мысалы, арабша айтайық, мысалы, періштеге, періште демейді, мәләйка деп атайды. Оны біз мәләйік деп атайық, мәләйка. Олай емес, аталарымыз періште деді. Демек, біз солай атай берек. Ораза деген арабша емес, ол сауым арабшасы. Аталарымыз деді, бабаларымызға ораза деді. Ораза ұстаймыз, болды. Сондықтан да мынау жастарға, жаңағы имандылыққа бет бұрып жүрген жастарға айтарымыз, өзіміздің қолданыстағы тілдегі сөздерді қолданайық. Яғни араб тіліндегі сөзді қолдану шарт емес. Бізге аталарымыз, бабаларымыз қалдырған әдемі сөздер бар. Біз соны пайдаланамыз. Муфтият, діни басқарма, имамдар, біз соны қолданамыз. Өйткені біз қазақпыз, өзіміздің мәдениетіміз бар, өзіміздің тіліміз бар, өзіміздің жаңағы баламаланған діни терминдеріміз бар. Біз сонымен пайдаланамыз. Өте дұрыс екен онда. Оны айтайын дегенім, өйткені кейбір мейрамханаларға ауыз ашуға барған кезде дастарханның үстінде мәзір тұрады, осы жерде ифтар мәзірі, сухур мәзірі деп жазылып тұрады. Ифтар сет деп жазылады. Сондай кезде кішкене ойлаймын, неліктен қазақша жазып қойып басқа деп. Содан кейін де ғой кейбір адамдар солай наразылығын білдіріп жатады әлеуметтік желіде. Ендігі таңда мен сұрағым келіп отқаны, жалпы осы Рамазанға дайындық барысында кейбір адамдар алғаш рет ұстап жатады. Өмірінде ешқашанда ораза ұстап ауыз бекітіп көрмеген адамдар осы жолы көрейін деп ниеттеніп жатады. Сондай адамдарға өзіңіздің қандай кеңесіңізді берер едіңіз? Енді алғаш ұстайтын бауырларымызға, іні қарындастарымызға айтарымыз, бұл ораза біреуге еліктеп ұсталатын ораза, құлшылық емес, диета үшін, яки болмаса денсаулық үшін ұсталатын дүние емес. Бұл ораза бір Алланың разылығы үшін ұсталатын, бұл құлшылық, бұл диетаға жатпайды, бұл еліктеуге жатпайды, бұл құлшылық. Дұрыстап соны ниеті қылып, Алланың разылығы үшін ұстаңыз деп айтқым келеді. Оразада ешқандай да ештеңені ниетке араластырмау керек. Тек қана бір Құдайдың разылығы деп бисмилля деп ораза ұстайтын болса, ол жеңіл болады. Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Кішкентай баладан жаңағы еңкейген кәріге дейін бұл оразаны ұстай алады. Әрине науқас болмаса, барлығына өз Құдай сондай бір күш қуат берген. Сол үшін бұның ләззаты бөлек болады, бұның жаңағы ішкі жан дүниедегі беретін рухани күші бөлек болады. Соған мойымастан, ешқандай қысылмастан осы оразаны алғаш ұстайтындарға айтарымыз, тек қана бір Құдайға сыйынып, бисмиллаңызды айтып, ниетіңізді жасап, ораза ұстаңыз деген келеді. Басқа ешқандай не жоқ. Енді мынау мұсылмандарда ораза ұстайды, осы бұйырса, сонда 3 түрлі адам болады ораза ұстайтын. Біз соның біріншісіне сақ болуымыз керек. Айтады, бірінші адам дейді, ішіп жеуін тоқтатады дейді. Бірақ 12 мүшесі сол бұрынғы әдетін тоқтатпайды дейді. Орапса, боқтау, балағаттау, емесі көзіменен әртүрлі күнәлік іске қарау, ғайбат айту, өсек айту, жағы уақыт өтсін деп бір-біріменен карта ойнау, яки болмаса айтайық, мысалы, әңгіме дүкен қылып біреу жамандау, енді уақыт өткізу керек қой. Ана 12 мүшесі бұрынғы әдетін жасайды. Тек аузын ғана босатады, тыяды болды. Екінші адам болады дейді. Аузын тыяды дейді. Және де 12 мүшесін тыяды дейді. Яғни бір нәрсесін жоқ, мен оразам болды. Күнә істемейді, өсек айтпайды, ешкімнің ала жібін аттамайды, тып-тыныш жүреді. Мысалы, темекі шеккен болса, темекісін тоқтатады. Мысалы, бұрын жаңағыдай боғауыз сөз айтатын болса, мен оразам қойбай Құдай кешірсін деп қоя қояды. Мысалы, ол уже 12 мүшесін тоқтатты. Үшінші адам болады. 12 мына екі адамнан да бөлек адам, ол не? 12 мүшесін аузы басына бәрін бекіткеннен кейін, ол жүрегіменен Құдайға зікір айтып жүретін адам. Әрине, ол енді көп адамның қолынан келмейді. Ол шынында да діндар, Құдайға берілген, біз енді әулие дейміз, былайша айтқан кезде, Құдайдың сүйген құлы, сондай бір дәрежеге жеткен адамдар осы нәрсені жасайды. Ешкімде шаруасы болмайды ол адам. Намазын оқиды, ораза ұстайды, ешкімнің ала жібін аттау былай тұрсын, көзінің қиығымен де қарамай, сондай бір тек Құдай деп, тілменен зікірін айтып, жүрекпенен Құдайға деген жағы шүкіршілігін айтып, сондай ораза ұстайтын адам болады. Яғни осы 3 топ. Біз бірінші топтан сақ болуымыз керек.
Өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, кейбір адамдар болады дейді, оразасын жаңағы аузын ішіп жеуден тыйғанымен дейді, тілін тыймайды дейді. Тілін тыймайды. Яғни өсегі бар, өтірігі бар, ғайбаты бар, басқасын тыймайды дейді. Ол адамның кешке дейін аш жүргеннен басқа ешқандай пайда жоқ оған дейді. Яғни Құдай оның оразасына аш жүргеніне мұқтаж емес дейді. Демек, ораза ұстады ма, онда 12 мүшені тыю керек. Яғни артық әрекеттің бәрін тоқтату керек. Қайшы жағдайда ұстаған оразаңыздан сізге пайда жоқ. Отырып аласыз, әр нәрсені бір әңгіме қыла беру қажеті жоқ. Оразада тып-тыныш отыру керек болды. Жұмысыңызды жасап, Құдайға деген зікіріңізді жасап, Алладан кешірім сұрап, өткен күніңіз үшін Алладан кешірім сұрап. Яғни бұл оразаның сондай бір ережелері бар. Тек қана ішіп жеуден тыйылмау керек. Бүкіл 12 мүшені күнәлі істен тоқтату керек болады. Ал кімдерге ауыз бекітуге болмайды? Мысалы, былтыр жаңалық беттерінен біз көрдік, ұстаздар оқушылардың ауыз бекіткеніне наразы болды. Енді Алла тағала мұсылман пендесіне еш уақытта көтере алмайтын жүкті жүктемеген. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дейді. Сендердің шамаларың келмейтін нәрседе мен жауап етпеймін деген Алла Құранда. Демек, бұл жерде тағы да Құранға біз жүгінген кезімізде Алла айтады, науқас адамдарға ораза ұстамауына болады. Кейін жазылғаннан кейін қазасын өтейді ғой. Кәрі кісілерге егер денсаулық сыр беретін болса, ол кісілер мысалы айтайық өз әзер апамыз, атамыз дейік, оларға ораза ұстау шарт емес. Өйткені денсаулық жарамайды. Сол секілді емізулі әйел кісі. Өйткені баласына зиян тиюі мүмкін, ораза ұстаған кезде сүт шықпай қалуы мүмкін, басқа да мүмкін. Енді ол әйел заты ғой. Дәл сол секілді аяғы ауыр әйел затына да. Егер де оның айы күні жақындап қалған болса, оған ораза ұстау қажет емес. Өйткені оның денсаулығына, оның жатырындағы сәбиге зиян тиеді. Дәл сол секілді сапарда жүрген адамға, алыс сапарға айтайық, мысалы вахтовый жұмысқа кетті, яки болмаса бір 2-3 күндік алыс бір жолға кетті дейік та, мысалы көлік айдап кетті, ол адам енді жолда қиыншылық болады, сондықтан оларға рұқсат береді. Сол секілді балиғатқа толмаған балаға, яғни балиғатқа толмаған бала десе, ол қыз да кіреді, бала да кіреді, оларға намаз оқу, ораза ұстау, яки болмаса парыз болған басқа амалдарды жасау олардың мойнына жүктелген жоқ әлі. Жүктелмегеннен кейін оларға шарт емес, ұсталу қажет жоқ оларға. Яғни айтайық, мысалы 10 жасар баласы бар дейді, тұрғызып, ал балам сен бүгін ораза ұстауың керек деп оны мәжбүрлеудің қажет жоқ. Өйткені ол балиғатқа толған жоқ. Балиғат дегенімізде баланың, қыздың физиологиялық тұрғыдан жетілуі. Ол қанша жаста жетіледі? Мен айта алмаймын. Біреу 12 жаста жетіледі, біреу 13 жаста жетіледі, біреу 14 жаста жетіледі, біреу 11 жаста жетілуі мүмкін, мен білмеймін. Физиологиялық тұрғыдан ол баланың жаңағы жетілуіне балиғат жас деп атайды. Оған шейін оған ештеңе парыз емес. Қарапайым мысалы біздің заңымызды алайықшы. Заңда 14-ке толмаған бала қылмыс жасаса оны соттамайды. Өйткені оған заң жүрмейді. Ал 14-тен кейін детский колонияға жібереді мысалы. Ал енді оған шейін соттамайды ғой. Демек, шариғатта бұл әу баста айтылған кішкентай балаға, мысалы балиғатқа толмаған балаға ораза ұстау міндет емес. Ал енді өзім ұстап көрейін, папа, мама деп жүрсе, көрсін, бірақ оны ұстауың керек. Сен мұсылмансың деп оны мәжбүрлеудің қажет жоқ. Өйткені оған сауап күнә жазылмайды. Енді біз айналамызда байқап жатамыз ғой, ораза ұстап, соны бәріне айтып, мақтанып, міндет қылатын адамдар бар. Оларға қатысты не айтар едіңіз? Мынау біздің тілімізде рия дейтін сөз бар. Көзбояушылық, мақтану, көрер көзге жасау. Осы сөз бар. Бұл дінде тыйым салынған әрекеттерге жатады. Адам жасаған жақсылығын, жасаған ісін, амалын, оразасын, намазын, зекетін, садақасын өзгелерге жариялап айтатын болса, оның сауабынан құр қалады. Яғни Құдай менен адамның арасындағы дүние ғой құлшылық деген. Сондықтан да мен оразамын деп айтудың ешқандай қажеті жоқ. Немесе мен намаз оқимын деп айтудың қажеті жоқ. Мен біреуге кеше бір ақша сұрап келіп көмек бердім деп сіз не айтуыңыздың түк те қажеті жоқ. Оны айттыңыз ба, сауабынан айырыласыз. Өйткені Құдай менен араңыздағы дүние ғой құлшылық деген нәрсе. Сондықтан да мен оразамын деп қай уақытта айтасыз? Егер де біреу келіп сізге әңгіме айтса, тиіссе, төбелесуге, соны сізді бір жандай арандатушылық әрекет жасайтын болса, сіз айтасыз, кешіресіз, мен ораза едім дейсіз, бұрылып кете бересіз, болды. Яғни оған айтасың, мен артық сөйлемеймін саған мен сөз қайтармаймын, қол көтермеймін, мен оразамын деп сол кезде айтылады адам.
ал енді мен ораза едім не қылса деп ондай әңгіме болмайды. Ол Құдайға жасап жатқан құлшылығыңызды сіз адамға не үшін міндет қыласыз. Сол секілді кез келген бір осы айтайық, мысалы ертең Рамазан айы келген кезде көпшілікте бір мейірім пайда болады. Жоқ-жітікке көмек беруге, мұқтажға көмек беруге, жаңағы ауызашар беруге бір сондай бір мейірім пайда болады. Ал соны жарнамалайтын болса, соны жаңағы өзгелерге айтып мақтанатын болса, әлеуметтік желіге салып, осындай біз мына коллектив болып осындай ақша жинадық, пәленшеге бердік, осындай өттік, бүйттік, ол сауап болмайды. Өйткені оң қолың бергенде сол қолың көрмесін дейді. Не қыласың, сен біреуге көмек беріп жатқан болсаң, Құдай көрсе болды ғой. Менің білуім, сіздің білуіңіз шарт емес екен. Сол себепті оразада бұндай нәрсені мүмкіндігі бойынша жасыру керек. Тек қана жағдай ғой. Сізді арандатуға, яки күнәлі іске, бір төбелеске, яки болмаса тіліңізбен сөз қайтаруға итермелесе ғана кешіресіз, мен ораза едім десеңіз, сөйтіп бұрылып кете бересіз. Өйткені пайғамбарымыз соны ескерткен. Түсінікті. Енді осы қасиетті Рамазан айында ауызашар беру бір сәнге айналады десек болады. Өзіңіз де білесіз ғой, танымал тұлғалардан бастап қарапайым азаматтарға дейін, бәріміз де ауызашар береміз. Жалпы ауызашарға кімдерді шақырған дұрыс? Енді біз негізінде ауыз бекітпесе де, бірақ сыйлық деп қонақтарды шақырамыз ғой, кейбір құдамыз деп, туысқанымыз деп, көршіміз деп, ауыз бекітпесе де. Немесе аузы берік болса да, бірақ ауқатты, сондай таныс тамырларды шақырамыз. Оның соңы кейде отырысқа айналып кетеді, ойын күлкіге айналып кетеді, тіпті тойға айналып кететін жағдайлар да болады. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс? Бұның бір шекарасы бар ма? Біріншіден ауызашар деген тоқтайды. Ауызашар дегеніміз ораза ұстаған адам, сол ораза ұстаған адамға ауыз аштыру. Мейлі сіз оны дастарханда құстың үстінен басқасын бәрін қойып шақырыңыз, мейлі қарапайым беріңіз, мейлі бір жұтым су яки болмаса бір түйір құрма берсеңіз де, оның аузын аштырған сауапты аласыз. Пайғамбарымыз айтады, кім дейді, ораза ұстаған адамға аузын аштыратын болса дейді, ауызашар беретін болса, сол ораза ұстаған адамға қанша сауап жазса Құдай, сол сауапты сол адамға да береді, ауыз аштырған үшін. Бұл сауап, үлкен сауап. Ал ораза ұстаған адамның сауабы шексіз, оны Құдай біледі, басқа ешкім білмейді. Сондықтан да мұсылман әлемінде біздің бабаларымыздың да осы дәстүрімізде қалыптасқан ауызашар, қонақты шақырып аузын аштыру. Бірақ бұл ауызашар деген, қараңыз, ауыз ашар ораза ұстаған адамға беру керек қой. Ал енді сіз айтқан секілді құдам еді, жоқ туысым еді, ағайынды кеп қап еді, соларды қонаққа шақырып, одан сауап жазылмайды. Бұл жерде берілу керек болады. Мейлі ол кедей бола ма, бай бола ма, яки болмаса басқа бола ма, ораза ұстаған болса, сіз соған ауыз аштырсаңыз, сауабын сіз аласыз. Ал енді ораза ұстамаған адам ондай дастарханға баруы да ыңғайсыз ғой. Өйткені ол үміт етіп тұр, мен бір сауап алайын, осы ұстаған адамдардың сауабындай маған Құдай сауап берсе екен деп, ниет қылып барған жерге ораза ұстамасаңыз, әрине ол да сізде ыңғайсыз. Шақыратын кезде соны ойлану керек. Көңілге қарайтын дүние емес, бұл садақа яки болмаса Құдайы ас емес, бұл Құдай жолында ораза ұстап жүрген адамның аузын аштыруға жасалған амал. Сол себепті ауызашарда да осы нәрсе ескерілгені дұрыс деп айтқым келеді. Бірақ енді тағы да ескеру керек болған дүние, ауызашар дастархандарында, ауызашарларда ысырапқа жол бермеу керек. Сауапты іс жасаймын деп күнәлі іске итермелемеуіміз керек. Яғни барлық нәрсені дастархан қою шарт емес. Бұл жерде сіз адамның қарнын тоятындай, оның жаңағындай талғамына сәйкес тамақ қойсаңыз, тамақ берсеңіз, сол да жеткілікті. Мақсатыңыз орындалады. Қайшы жағдайда ысырап болса, ол да обал болады. Содан кейін барып, тағы ескеруіміз керек болған дүние, ауыз ашарды біз Алланың разылығы үшін беруіміз керек. Яғни бәсекеге айналмау керек. Кеше ана кластасын берді, ана құрдасын берді, бұл мен берейін, ұят болады, олай болмайды. Сіз не үшін бересіз? Мен солардың сауабын алайын деп бересіз. Сол ниет болу керек. Ұят болады деген ниетпен берілсе, сол сауап болмайды. Ал жалпы Рамазан айы кезінде той жасауға болады ма негізінде? Әдейі сол ауызашардың уақытын ыңғайлап той жасайтын да кісілер бар. Жаңа бірінші сұрағыңыздың да жалғасын айта кетейін. Енді бұл Рамазан айында біз ауызашарға барғаннан кейін оның артын ойын күлкі, ақиқеге, отырысқа ұластыруымыздың қажеті жоқ. Өйткені сіз күндіз жинаған сауабыңызды бәрін төгіп тастауға себеп болады. Неге?
ойын күлкі болған жерде неше түрлі әзіл болады, неше түрлі біреу әңгіме қылады, мұқату болады, яки болмаса отырыс болған кезде ол тағы да бір жаңағы басқа бір әрекетке итермелеуі мүмкін. Мысалы ол күндіз ораза ұстағанмен түндегі іс әрекеті оның сауабын бәрін құртып жіберуі мүмкін. Оның аршетін отырысқа, тойға айналдыруымыз қажет жоқ. Ал енді Рамазан айында біз мына көрермендерімізге, отандастарымызға айтқым келетін дүние, Алла тағала былай дейді Құранда: Рамазан айына аяқ басыңдар ма дейді. Яғни Алла берсе, мысалы біз қазір ақпанда отырмыз, 19 ақпан деп аяғымызды таңертең бастық па, онда біз ораза ұстаңдар дейді. Рамазанға кірдіңдер ме, ораза ұстаңдар дейді. Жаңағы санаған ораза ұстай алмайтын адамдардың басқасын бәрі ұстау керек болады. Ал енді Алла тағала ораза ұстаңдар деп бізге әмір қылған, бұйырған, Құдайдың әмірі. Енді сіз сол Құдайдың әміріне қырсыққан адам секілді, мысалы күндіз біреулер садақа беріп жатады, 7-сі 40-ы немесе әкем бір еске алу сияқты бір Құдайдың беріп жатады. Елдің барлығы ораза ғой, сен Құдайға неге қарсы келесің? Берген келетін дүниені кешке берсеші деген әңгімені айтуымыз керек болады. Кешке ауыз ашарып беретін болса, 2 есе сауап болады. Яғни сіз бірінші мархумға арнап садақаңызды бересіз, екінші ауызы берік адамды оразаға ауыз ашарға шақырған боласыз. Күндіз жасасаңыз ол сауап емес, күнә болады. Неге десеңіз, бүкіл адамға, мұсылманға Алла ораза ұста дейді, сіз келесіз, жоқ, мен ас беремін елдіге, жоқ, мен еске алу Құдай асы беремін. Ол болмайды. Ол тойда дәл осы секілді дүние. Ораза кезінде жалпы мұсылман әлемінде, соның ішінде біздің қазақи дәстүрімізде той жасамайтын болған, оразадан кейінге қалдырған. Яғни әзірде де енді қараймын, мен енді көп жағдайда бізден сұрап жатады, той жасайын деп едім, Рамазан айы биыл қашан басталып, қашан бітеді деп сұрап жатады. Демек, сол бұрынғы бабаларымыздың қалдырып кеткен дәстүрі бізде де бар әлі. Әрине, келін түсіруге болады, мысалы, келді, келін түсірдіңіз, енді келінді үлкен той жасамайсыз ғой, мысалы, некесін қияды, кешке жаңа бет ашу жасады да қалғанын кешке қонағын күте береді, ол басқа әңгіме. Ал енді той жасап, тойханаларға жаңағыдай жасау, ол сауап болмайды, күнә болады. Өйткені бұл айда Алланың мейірімі түсетін ай, мұсылмандардың Құдайға жақындайтын айында сіз той жасатып, елді билетіп, оған кейбір жерлерде ішімдік қойылып, жын ойнақ жасатып жіберетін болса, ол керісінше, яғни күнәнің шаш етектен болуына себеп болады. Бұған мұқият болу керек. Ораза ұстамаса да, ең болмаса бұл Рамазан айында құрмет көрсету керек қой. Құдайға күпірлік қылатын, Құдайға қарсы әрекетке баратын амалдарда мейлінше тоқтату керек. Мейлі ораза ұстамаса ұстамасын, біз енді ешкімге ұста деп мәжбүрлемейміз, ол Құдай менен пенденің арасынан нәрсе. Біздің міндет айту, ораза ұстау парыз деп айту. Ал ұстамайсыз ба, жақсы, ұстамай ақ қойыңыз, бірақ Құдайға қарсы келмеңіз дейміз. Құдайдың әміріне қарсы келмеңіз, керегі жоқ оның. Өйткені Алла Тағала бүкіл мұсылман баласына бұйырған кезде сіз 40 адам бір жақ, 40 адам бір жақ деген секілді ондай нәрсеге бармаңыз деген өзіміздің осы діни насихатымызды жеткізгіміз келеді барлығына. Түсінікті. Енді биыл қасиетті Қадір түні Наурыздың 16-сынан 17-сіне қараған түні болады. Бұл түннің ерекшелігі неде, және де бұл түнді қалай өткізген дұрыс? Біздің көрермен біле кетсін. Енді Қадір түні жайында қазір енді біздің отандастарымыз, жастарымыз болсын, көпшілігінің хабары бар, азды көпті. Бірақ шатастыратын әлі де түсінік болады. Сол Қадір түні Қыдырата келеді екен. Жаңағы соны Қыдыратан күтеміз деген сияқты. Қыдырата ол Қадір түні емес, ол күнделікті де болуы мүмкін, біз білмейміз оны. Қадір түні Алла Тағала Құранда айтады, жер бетіне дейді періштелерді жіберем дейді. Яғни қиыршық тас секілді өте көп болады дейді. Олар жер бетін таң атқанға шейін сол Алланың әмірімен жер бетіне келеді дейді. Біздің жаңағы кейде шатастыратын әңгімеміз бұл періште. Сол үшін мүмкіндік болғанша Алладан сұрайтынды сұрап, Құдайдан жалбарынып, өткен күнәсі үшін Алладан кешірім сұрау керек. Қадір түніндегі ең дұға қабыл болатын бір сәт, Құдайға жақындайтын сәт, Алладан кешірім сұрау керек қой. Тілейтінді сол кезде сұрау керек, жаңағы тілеу керек. Жалпы адам өзі күнә жасайтын жаратылыс иесі. Күнәсіз адам жоқ. Мен болайын, кім болса ол болсын, әрине пайғамбарлардан бөлек. Әркімнің өзіне жетерлік, өзіне жаңағыдай жетіп артарлық күнәсі болады. Ол күнә деген кезде біздің көз алдымызда адам өлтіру, яки болмаса кісі тонау, біреуді қағып кету, ұрлық жасау, ішімдік ішіп алып төбелесу, тек қана сол ғана көз алдымызда елестемеу керек. Күнә деген табанымыздың астында жатыр. Біреудің затын рұқсатсыз алу дейік мысалы, біреудің артынан өсек айту, біреудің сыртынан боқтау, яки болмаса біреуден қарыз алып бермей қою,
немесе ұрлап алып сол ұрлық затты жеу, мысалы жемқорлық жасау, былайша айтқанда бұның барлығы күнә. Ал енді күнәді кешіретін кім? Құдай, Алла. Сондықтан да адам өзінің өткен күнәсі үшін Құдайдан қолын жайып қадір кешірім сұраса, Алла қабылдайды. Әркімнің өзінің жетер күнәсі бар. Бүйтіп көз алдына бүйтіп елестетіп көрсінші, не жасамады адам? Бір жылдың ішінде қаншама күнә жасайды адам. Телефон сөйлесе отырып боқтайды мысалы дейік та. Ашуға булығады, үйтем бүйтем, қырамыз, оям, әр нәрсені айтады. Оның бәрі күнә ғой. Сабыр сақталу керек жерде ол ашуға беріледі. Боқтамау керек жерде боқтайды. Ал боқтау да ол күнә мысалы. Сол себепті бұндай күнәларды айта берсек, санай берсек өте көп. Сол күнәлардың кешіруіне себеп болатын, бұл қадір түні Алланың мейір шапағаты болатын. Және де бұл түні кімде-кім құлшылық жасап Құдайдан тілесе дейді. 83 жыл бойы күндіз ораза, түнде намаз оқыған адамның сауабындай сауапқа ие болады дейді. 83 жыл. Қазір мысалы біз бір түнде Құдайға жақындап, маңдайымыз сәждеге тигізіп, Алладан тілейміз. Ал сол тілегіміздің, сол істеген іс-әрекетіміздің қарымтасы 1000 айлық сауап болып келеді ғой. Яғни бір түн сізге 1000 айлық сауап береді. Енді ол енді кейбір жастарға айтар мысалы, джекпот дейді мысалы. Джекпоттан да болмайды ғой. Джекпоттың өзі. Ал енді Алла солай берем деп тұр. Сол үшін бұл қадір түннің маңызы өте көп. Күнәміздің кешірілуіне себеп болады, 1000 айлық сауап аламыз. Және де келер жылғы Рамазанға шейін Алла тағала біздің тағдырымызға, яғни біз сұраған нәрсемізді жазуы мүмкін. Біз не тілейміз? Адамда арман бітпейді. Арман бітпейді. Сұрасын Алладан. Алла береді. Түсінікті. Енді жалпы оразаға дайындық, қасиетті Рамазан айы жақсы сұхбат болды. Енді сіз бас мүфтидің кеңесшісі болғаннан кейін, Смайыл мырза, сізге де тағы да осы сұхбаттың соңында қояр бір 3-4 сұрағым бар, соны қоя кетсем рұқсат болса. Жалпы сұрақ сіздің әріптестеріңіз жайлы. Осы негізінде біз білуімізше осы еліміздегі барлық мешіттегі имамдар мүфтиятқа тікелей бағынады, қарайды. Бірақ енді былтырларды өзіңіз естіген шығарсыз, бір жаңалық, мас күйінде ұсталыпты имамдар деген секілді молдалардың бір ақпараты тарап жатты. Жалпы имамдар бұндай дәрежеге қалай жетеді, бұндай деңгейге? Бұл әлде олардың өздерінің жіберген қатесі ме, жоқ әлде ол тағайындау барысында кеткен қателік пе? Бұған қатысты қандай пікір білдіресіз? Енді ол айтып отқан мәселеге қатысты айтар едім. Өзінің қымыз ішкендігі жайында айтқан еді. Енді расы керек, қымыз көп тұрып қалатын болса, ол белгілі дәрежеде адамға әсер етеді. Оны енді ғылымда да мойындап отыр. Сондықтан да енді біз сол тұрғыдан ғана бағалаймыз. Ол қымыз ішкендігін айтып, сол ашты қымызды біраз тұрып қалған қымыз ішкеннен кейін сондай жағдайға жеткендігі, әрине ол енді біз үшін де бір ыңғайсыз жағдай болды. Біздің әріптестеріміз, енді имамдар Алла жолында жүргеннен кейін мейлінше өзгелерге үлгі болады, өзгелердің жаңағыдай Алла жолын аттамауға тырысады. Бірақ енді кейде болады ғой, бір отбасылық жағдай болып қалуы мүмкін, яки болмаса бір келеңсіз жағдай болып қалуы мүмкін. Біз ондай бір орын алған кезде оны біз діннен іздемейміз. Ол адамның өзінің бір пенделік әрекет деп қабылдауымыз керек. Қазақта жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ дейді. Сол себепті кез келген адам кез келген уақытта қателесіп қалуы мүмкін. Бірақ оны кешіре білуді керек. Қателесіп қалу, үнемі ол нәрсені жасап жүрген жоқ, бірақ байқамай, мысалы, сүрініп қалды. Сүрініп қалған кезде оны табалаудың да қажеті жоқ. Өйткені адам оны мысалы айтайық, мысалы отбасымен бір жерге барғысы келетін шығар, яки болмаса біреудің қуанышына, біреудің қайғысында сондай бір нәрседе жасағысы келетін шығар. Болмаса бір көңілі жоқ кезде біреуге бір нәрсені айтып оның жаңағы ашуын қоздырып жіберетін шығар, біз білмейміз ғой. Мысалы адам болады, ыңғайсызданып өзінің отбасылық мәселесін отырған кезде біреуге ауыр сөз айтып жіберген кезде, ол имам да мысалы шыдай алмай, оған қарсы сөз реакция білдіруі мүмкін. Біз енді бұл жағдайды білмейміз ғой. Сол себепті бұл жерде сондай тұрғыдан қараған дұрыс. Және де оның қателікпен сүрініп қалған нәрсесі өзінің пенделігінен деп қабылдауымыз керек, ол діннен емес. Дінде кемшілік болмайды. Кемшілік пенделе болады. Смайыл мырза, көп рахмет. Өте танымды, сондай ақпаратқа мол, мәнді мағлұматқа толы сұхбат болды. Біздің
YouTube арнамыздың көрермендеріне ұнайды деген сенімдемін. Біраз жақсы ақпараттар айтылды, санамызға түйіп аламыз деген ойдамын. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі подкаст тәмам. Міндетті түрде арнаға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және де бөлісіңіздер. Бұл біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.